Мысалға, ауылдық жерде, немесе қалалық жерде бір адамдардың конфликтісі болғанда бір сыйлы адам келеді. Сөйтеді де, екі адамға насихат айтардан алдын мынандай сөздер айтады, қолданады. Ай, айналайын, сен жақсы көрем, кішкентай кезімнен өзіңе бір көңілім жақсы еді. Мен нағашыңмын ғой, нағашы деген өзі бір жақсылық ойлайды. Немесе мен сенің оқытқан кезде қуандым, сенің осындай үлкен азамат болатыныңды ойладым деп, өзінің оған деген ықыласты екенін, жақсы әлі кінәлардан бұрын, оған бірдеңке айтардан бұрын, неге әйеліңді ұрасың, немесе неге балаңа хат алсың, неге немесе жомарттық жасамайсың, немесе құдаларға неге келінге бүйтесің, немесе неге күйеу балаға сөйтесің дегеннен алдын көптеген құрметті сөздерменен жүрегін ашатын жылы сөздер айтылады. Оны кәдімгідей адам баласы соған ойлану керек. Не айтсам оның жүрегінде бір құрмет оянады, не айтсам оның көңілі орнына түседі. Өйткені көңілі орнына түспеген, жүрегінде саған деген құрметі мен махаббаты оянбаған адам сен не айтсаң да қабылдамайды. Тек қана ерегіседі, алыстайды, семенен мәселе одан ары қарай ушығады. Сіз бірінші ол адамға мәселені айқын түсінуі үшін тіккемей, салмақты өзіңе алыңқырап барып, оған жағдайды түсіндіруге тырыстыңыз. Екінші кезекте оған бір жылы сөздер айтып, құрметін орнына қою арқылы оның бір кішкентай махаббатын ояттыңыз. Енді үшінші нәрсе ол сый-сияпат жасау, сыйлық жасау. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам айтады, бір-бірлеріңе сыйлық жасаңдар, сыйлық жүректеріңдегі кірді тазартады, ренішті тазартады. Сыйлық жасау. Сыйлықтың түрі көп. Сыйлықтың түрі. Ол текқа бір бай болсаң, үй алып бер, көлік алып бер, жағдайың бар болса, басқа да сыйлық жаса. Ал енді жағдайың жоқ болса, жай ғана елдің бәрі білетін бір гүл сыйлағаннан, бір мынандай қаламсап сыйлағаннан, немесе бір мынандай блокнот, бір күнделік сыйлағанның өзі міндетті түрде егер Алланың елшісі айтты ма, ол нәрсе әсер етеді. Тіптен бір адамға бірдеңе сыйлайын десең, кездесе алмай жатсың. Ол басқа қалада, сен басқа қаладасың, немесе ол басқа бір жерде, сен бір басқа бір жердесің. Сондықтан жаңағы ғұлама, ұлы әулие бабаларымыз айтып кеткен нәрсеге амал жасап, жай ғана мына телефонына бір 200 теңге салып жіберші. Құдай көріп тұр ғой. Адамдардың жүрегі Құдайдың қолында ғой. Сондықтан жай бір телефонына ол білмей-ақ қойсын. Бір 200 теңге салып жіберді. Я Құдай, сен үшін мен оған бір сыйлық жасадым енді. Десең, сол дүниенің өзі ол сенен келген 200 теңге екенін білмесе де, Құдай оның ойына сен жайында бір жақсы ой сап қою мүмкін. Жақсы бір дүниені салып қою мүмкін. Соның себебінен бір ертең барып сөйлескен кезде ортадағы конфликті мәселе шешілуі мүмкін. Бұл қарапайым ғана 3 қадам болғанменен, конфликтіні шешетін, ортаны дұрыстайтын 3 қадам болғанменен, бүкіл үлкен дау-дамайлар болсын. Ол қандай тақырып? Біз оның тақырыбына кірмейміз. Мүмкін біреу теріс жолға түсіп кетті ма, артық сөз айтып қойды ма, ұрлық жасап қойды ма, қиянат жасады ма, өсек айтты ма, сіздің сыртыңыздан ғайбат айтты ма, ол ұрыс-керістің тақырыбы түрлі-түрлі бола береді. Бірақ оның табиғаты бір. Ұрыс-керістің тақырыбы бөлек болғанменен, баршасының табиғаты бір. Өйткені ұрыс-керісті жасап атқан кім? Адам. Ал адамның бәрінің жаратылысын Құдай бір заңдылықпен жаратқан.